екінші диалогы. Екінші диалогы мынчеде. 第11сабақ. 我们都是留学生. 我们都是 biz барлығымыз 留学生 шетел студентіміз. Так, диалогқа қарайық. 你是留学生吗? 你是留学生吗? мынчеде тұрады. иероглифі. 你是留学生吗? 是. 是. 罗兰也是留学生吗? 罗兰也是留学生吗? 他也是留学生. 我们都是留学生. 他也是留学生. 我们都是留学生. 张东和天芳也都是留学生吗? 张东그스는 аты和және天芳그스는 аты也都是留学生吗? 不，他们俩不是留学生，他们都是中国学生。不，他们俩不是留学生，他们都是中国学生。你是留学生吗? Sen şetel studentsin ba? 是. 也. 罗兰也是留学生吗? 罗兰的 şetel student吗? 他也是留学生. Ол da şetel student. 我们都是留学生. Biz bарлығымыз şetel studentimiz. 张东和天芳也都是留学生吗? 张东және天芳да барлығы шетел студенті ма? 不，他们俩不是留学生. жоқ, ол екеуі шетел студенті емес, шетел студенті емес. 不是, шы болса я, 不是болса я емес, немесе шетел студенті емес. 他们都是中国学生. 他们都是中国学生. 他们都是. олардың барлығы Қытай елінің Жоңго елінің немесе Қытай елінің оқушысы, шетел студенті емес. 你是留学生吗? Сен шетел студентсің ба? 是. 罗兰也是留学生吗? 罗兰да шетел студенті ма? 他也是留学生. Ол да шетел студенті. 我们都是留学生. Біз барлығымыз шетел студентіміз. 张东和天芳也都是留学生吗? 张东және天芳да барлығы шетел студенті ма? 不，他们俩不是留学生. жоқ, ол екеуі шетел студенті емес. 他们都是中国学生. олардың барлығы Қытай студенттері немесе Қытай оқушылары, немесе Қытай студенті деп айтуға да болады. Міне бұл бізде 11-ші сабақтың екінші диалогы. Келесі сағатта мен сіздерге соңғы 3-ші диалогын беремін. Өйткені кішкене сөздер көбейген сайын бұл жерде диалогты да кішкене қайтып жатыр, қысқартып, или 2-3-ке бөліп жатыр. Кітап бойынша, программа бойынша. Мен енді қазір сіздерге осыдан кейін 3-ші диалогын өтемін.